Әлемнің бастауының көзі білімнің бұлағында жатыр. Еліміз білім көкжиегіне қадам басып келеді. Жайық төріндегі елде, берекелі Бөрлінің топырағында 1988 жылы Ақсай қаласы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің қазығы қағылды. Сол жылы мектептің есігі балғындар үшін айқара ашылып, балғындар 1-ші сыныпқа қадам басты. Оқушыларды еңсесі биік мектептің алғашқы ұстаздары қуанышпен қарсы алды. Менің қолымда осы мектептің символдық кілті тұр. Бұл кілт алғашында директор Калимбет Василий Васильевичтің қолына табысталған. Бұл мектептің 35 жылдық тарихы бар. Қазіргі таңда мен білім алып жатқан мектептің тыныс-тіршілігімен танысайық. Мектеп ашылғаннан бастап талай балғын өз арманына қарай жол ашты. Талай түлек, үлкен өмір басталған осы мектептің ұстаздары арқылы нық басты. Бүгінгі күні мектеп ашылғаннан бастап талмай қызмет жасап келе жатырған құрметті ұстаздарымыз бар. Олардың бірі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің ұстазы Балхия Хибатоллақызы. Мектеп ашылған кезде жас маман болып, осы мектепке Успен орта мектебінен кейін келіп ауысқан едім. Ол кезде мектепте 41 мұғалім жұмыс істеді. Қазір мектептің жаңа технологиялармен, мультимедиялық кабинеттермен жабдықталуы керемет деңгейде болып жатыр. Балаларға білім берудің барлық мүмкіндіктері жасалған. Тек оқу. Осы мектепте жұмыс істеген өте қуаныштымын, өйткені бұл мектепте көптеген тәжірибелі, білімді мұғалімдер болды. Солармен бірге жұмыстанып, олардан үйреніп, тәжірибе жинап, қазіргі мына деңгейіме жетіп отырмын. Біздің мектеп қазіргі кезде де көпұлтты мектеп. Біздің мектебімізде 30-дан астам ұлт өкілдерінің балалары оқып жатыр. Сол өте қуантатын жағдай. Бүгінгі таңда мектебімізде 1599 оқушы білім алуда. Олардың сабақтан бос кездегі уақытын тиімді пайдалану үшін түрлі шаралар ұйымдастырылады. Бұл тұста тәрбие бөлімінің маңызы ұшан теңіз. Біздің мектебіміздің президенті 11-ші сынып оқушысы Аманов Рүстем. Біздің мектепте 8 фракция жұмыс жасайды. Және де олардың арқасында біздің мектептегі іс-шаралар жүзеге асырылады. Біздер концерттік бағдарламаларды дайындаймыз. Спорт саласында және де оқушылардың білімге ынталысын, спортқа ынталысын дамыту бұл біздің мақсатымыз. Мысалға алатын болсақ, біздер мұғалімдер күнін мұғалімдерді есік алдында қошеметтеп қарсы алдық. Мектеп фракциялары арқылы біздер дублер күнін сол күні өткіздік. Осы арқылы біздер оқушыларды әрбір бастауыш сыныптарға бөлдік. Олар өздерінің сабақтарын өте жақсы берді. Осы мектепте жинаған тәжірибем болашақта маған көп пайдасын тиетініне мен сенемін. Алтын ұяның түлектері де осал емес. Олардың бәрі жан-жақта биік белестерді бағындырып келеді. Мысалы, Малик Мукашев. Пара таеквондодан 2 мәрте әлем чемпионы болғанын ұстаздары мақтанышпен айтып жүр. Мектеп оқушыларының жеткен жетістігі де аз емес. Республикалық, облыстық, аудандық, пәндік олимпиадаларда, спорттық шараларда, шығармашылық байқауларда үздіктер қатарынан табылуда. Мектебіміздің жетістіктері бойынша тоқталатын болсақ, аудандық деңгейде болсын, облыстық деңгейде болсын, республикалық деңгейде де біздің оқушыларымыз жақсы жетістіктер жетіп отыр. Оның ішінде спорттық бағыты бойынша біздің мектебіміздің өзі спортқа жақсы болғаннан кейін үлкен жетістігіміз ретінде шаңғы спортын алуға болады. Ислам елі мен сұлуның тәрбие атқан шәкірттері қазіргі таңда республикалық оқушылар арасындағы спартакиаданың қысқа спартакиаданың жүлдегері жеңімпаздар атанып жүр. Айта кететін болсам, Тудахонова Жанерке. Дәл сол сияқты ұлттық тоғызқұмалақ спорты бойынша да біздің Саиды есімді 7-ші сынып оқушысы республиканың оқушылар арасындағы жалпы жеңімпаз атанған болатын. 35 жылдық тарихы бар Ақсай қаласының номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің тыныс-тіршілігі осындай. Білімге ұмтылған оқушы, шәкіртті қолдайтын мұғалім бар кезде бұл мектептің жетістігі әлі алда. Әзірге айтарымыз осы, сау саламатта болыңыздар.